көрермен. Интернет ұғымы 20 ғасырдың басында пайда бола бастаған. Қазір ғаламтор көз ілеспес жылдамдықпен дамуда. Бүгінде адамзат интернетсіз бір күнінде елестете алмайды. Тіпті сіз де дәл қазір менің бейнеролигімді интернетке жалғанған құрылғы арқылы көріп отырсыз. Бұл қазіргі қоғамның ажырамас бөлшегі десем де қателеспеймін. Интернеттің жағымды жақтары көп. Алло, мам, мен қазір сөмкедемін, сәлден соң хабарласам. Міне, жақын адамдармен байланысу интернеттің ең бірінші мүмкіндіктері деп білемін. Сонымен қатар, жедел ақпарат алу, графикалық суреттер салу, керек мәліметтерді табу, үйірмелерге қатысу, білім жетілдіру және жаңа достар табу. Айта берсем, ғаламтордың ғажайыптары мен мүмкіндіктері мол. Ал біз қауіпсіз интернет туралы не білеміз? Достарым, менің анам интернеттің зияны туралы үнемі еске салып отырады. Бүкірлік, көру қабілетінің төмендеуі, ашушаңдық осы интернеттің кесірінен пайда болады. Сонымен қатар достарымен байланысын ажырайды. Ал TikTok, Instagram, WhatsApp сияқты әлеуметтік желілерде өзіңнің суретіңді жариялап, ақпараттарыңды танымайтын адамға берсең, ол өте қауіпті. Ал қауіпсіз өмірді таңдасаңыздар, менімен бірге дос болыңыздар. Кеттік!